Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз бастауыш білім беру стандартына шолу жасаймыз. Кез келген білім саласының маманы осы білім беру стандартын басшылыққа алады. Сондықтан стандарт қағидалары мен талаптарын ескеру мұғалімнің алдағы жұмыстарына дұрыс бағыт сілтейді. Стандарт дегеніміз не деген сұраққа жауап іздейік. Стандарт бұл үлгі, өлшем, өзек немесе негіз. Біріншіден, бұл білім сапасына кепілдік беру үшін қажет. Білім берудің бірыңғай базалық негіздерін алу. Екіншіден, білім берудегі стандарт бұл деңгейден деңгейге көтерілудің негізі. Үшіншіден, білім беру стандартын игеру оқушының мемлекеттік үлгідегі құжат алуының кепілі. Төртіншіден, ата-аналар үшін баланың сапалы білім алуы. Білім беру стандарты жалпы ережелерден және бірнеше талаптардан құралған. Бүгін жалпы ережелермен танысамыз. Оның біріншісі білім туралы заңда білім беру стандарты туралы баптың енгізілгені туралы. Жоғарыда аталған стандарт Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі білім туралы заңының 56 бабына сәйкес әзірленген және оқушылардың дайындық деңгейдегі бастауыш білім беру мазмұны оқушылардың ең жоғарғы жүктемесіне қойылатын талаптардан тұратындығы туралы айтылады. Екінші, стандартта заңға сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылған. Бұл жерде 16 терминге анықтама берілген. Бұл терминдерді біз күнделікті сабақта қолданамыз, сондықтан кәсіби терминдер десек те болады. Кішкене шолу жасаймыз. Бастауыш білім берудің базалық мазмұны дегеніміз оқып білуге міндетті бастауыш білім беру мазмұнының құрамы, құрылымы мен көлемі. Бағалау. Әзірленген критерийлер негізінде білім алушылардың оқу нәтижелерін оқудан күтілетін нәтижелермен салыстыру үдерісі. Бағалау критерийлері. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға негіз болатын нақты өлшеуіштер. Төртіншіден, білім беру процесінің мониторингі, білім беру үдерісін жүйелі бақылау, талдау, бағалау, болжау. Білім беру құндылықтары. Оқу мақсаттарының жүйесін құрудағы бағдарлар. Білім беру қызметі жеке адамды оқыту, дамыту және тәрбиелеу. Білім беру саласы бастауыш білім беру оқу пәндерінің жиынтығы. Дәл осы сәтте жиынтық бағалау, қорытынды бағалау. Инклюзивті білім беру, баршаға тең білім беру. Оқу жүктемесінің инварианттық компоненті бұл барлық білім алушылар оқып білуге міндетті компоненттер. Ал оқу жүктемесінің вариативті компоненті оқушы қажеттіліктеріне сәйкес мектеп бекітетін компоненттер. Оқытудан күтілетін нәтижелер. Оқыту процесі аяқталғанда білім алушының нені біліп түсінгенін көрсетеді. Сабақтан тыс әрекет. Білім алушылардың бос уақытын ұйымдастыру шаралары. Үлгілік оқу жоспары инвариативтік және вариативтік компоненттердің көлемін айқындайтын құжат. Формативті бағалау оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланыс арқылы күнделікті жүргізілетін түзету бағасы. Элективті курс білім алушылардың таңдауы бойынша білім дайындығын кеңейту вариативті компоненттері. Үшінші, стандартты қолдану. Стандартты қолдану қайда бағытталғандығы туралы айтылады. Яғни, стандартты қолдану бұл біріншіден оқыту мен тәрбиелеудің сапасын арттыруға бағытталған. Екіншіден, білім беру процесін енгізуге бағытталған. Үшіншіден, теория мен практиканың бағыттылығының үйлесімділігіне бағытталған. Төртіншіден, пәндік білім мен дағдылар кезең-кезеңмен шиыршықталып толықтырып отыруға бағытталған. Бесіншіден, оқыту мен тәрбиенің бірлігі принципін іске асыруға бағытталған.
алтыншыдан баланың денсаулығын қамтамасыз етуге қосымша білім беру ерекше білім алушының қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған. Жетіншіден бастауыш білім беру баламалығын қамтамасыз етуге бағытталған. Сегізіншіден инновациялық практиканы қолдау мен дамытуға бағытталған. Ал соңғысы білім беру ұйымдарының қызметін объективті бағалауды ұйымдастыруға бағытталған. Төртінші, бұл ерекше оқушылар туралы бәріміз білеміз. Қазір жалпы білім беру мектептері білім беруде ерекше балаларды мектепке қамтуда. Сондықтан жеңіл ақыл-ой кемістігі және орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға инварианттық компоненттің оқу пәндерінің көлемі мен мазмұны мына үлгілік оқу бағдарламаларымен айқындалады. Яғни Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы 500-ші бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарлары және жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі 115-ші бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу бағдарламалары бар екенін және осы оқу жоспары мен бағдарламаларды мұғалімдердің ескеруін талап етеді. Сонымен біз бүгін стандарт бойынша жалпы ережелермен таныстық. Келесі сабақта стандарт талаптарын қарастырамыз.